сен келіп болып келгелі не жетістірдің? Мұрның ғана бірдеңе істедің осы үйде. Папама шайды мамам құяды. Қарындасым өз шайын өзі құйып ішеді. Қолым құртылады деп посудомойка алдырттың, пылесос алдырттың. Әлде келін болғанда міндетсініп жүрсің бе? Мен білмейді дейсің ба сен күнде кешке анаңмен сөйлесетінін? Каждый сөйлескен сайын өзгеріп шыға келесің. Мен өзгермеймін, Дәурен. Мен баяғыдан осындаймын. Қайта сендер мен өзгерткілерің келеді. Келін деген понятияларыңмен. Әй балалар, қойыңдар енді. Дауыстарың бүкіл үйге естіліп жатыр ғой. Міне, көрдің бе, араласпайды дейсің. Қара біздің әңгімемізге келіп кірісіп тұр. Бұл үйде шекара деген түсінік жоқ. Қандай шекара? Бұл үйде екі семья емес, бір-ақ семья. Ол менің ата-анам, қарындасым және сен. Бөлек шығам деген ойың болса, армандапсың. Біз бөлек шықпаймыз, Дәурен. Біз бұдан кейін бөлек тұрамыз. Мен сенен ажырасам. Надоели уже. Мен сізге келін емеспін. Я на это не подписывалась. Мен қызымның ойын бұзған жоқпын. Оның жеке ойын тыңдамайтын болсаңыздар, Айжамалдың ойын тыңдайтын отбасы бар екенін біліп жүріңіздер. Болды, құдақ емеспін мен сізге. Ей, Айжамал, сәлеметсің бе? Қалайсың? Сәлеметсіз бе, тәте, жақсы, өз қалыңыз қалай? Жаңа өмір қалай өтіп жатыр? Барған жеріңде бәрі жақсы деп ойлаймын. Айжамал, негізі сен керемет жігітке тұрмысқа шықтың. Шіркін, ол кісілердің ата-аналарын айтсайшы, қандай сыпайы, қонақжай кісілер. Өзімнің де қызыма сондай жақсы отбасы келіп, құда түссе екен деп, сендердің құдалықтарыңды айтып кетіп едім ғой. Айтпақшы, күйеу бала қайда? Дәурен командировкаға кеткен. Сол ата-енем Төркініңе барып демалып кел деп жіберді. Дұрыс болған екен. Енді сен ата-енеңе, Дәуренге бәріне менен сәлем айт, иә? Ұмытпа. Жақсы, онда мен кетейін. Сау болыңдар, аман болыңдар. Қызым, енді семья болған соң ондай түсініспеушіліктер болып тұрады. Дәуренге хабарласып, оңаша бір сөйлесіп алғандарың дұрыс сияқты. Ертең екеуіңнің көңілдерің суып кетсе, вот сол кезде кеш болады, қызым. Бармақтарын тістеп қаласыңдар. Сен неге өзі тастап кеттің? Жаным сол, қызым. Мен сені ешқашанда тастаған емеспін. Егер сен де шешең де мені қаламасаңдар, мен бәрібір қастарыңнан табылуға дайынмын. Менің үйден кеткен болмаса, сені ешқашанда тастаған емеспін, қызым. Осы есінде болсын. Жоқ, енді үйден неге кеттің? Ол ұзақ әңгіме. Оны білмегенің дұрыс болады. Мен білгім кеп тұр. Қысқаша болса да айтып берші, неге олай болды? Егер сенің әжең, яғни анаңның анасы ортамызға түспегенде, мен мүмкін анаңның осы мінезіне шыдап та жүре беруші едім. Сондықтан сенің бұл жерде ешқандай да кінәң жоқ. Зәуреш, қалайсың? Жақсы, шүкір, өздерің. Жақсы. Қызың 2 ай болып жүргеніне бәрі жақсы ма? Күйеу балаң да көрінбейді оның үстіне. Күйеу балам командировкада. Құдағиым анасын сағынышын басын деп 1-2 айға жіберген не болды? Өсек тарап жүрме не? Жоқ, жай сұрағаным ғой. Қазіргі енелер жақсы ғой. Келіндерін ұзақ уақытқа үйлеріне демалуға жібереді. Ай, құдағайың өте жақсы адам болып тұр ғой. Рахмет. Марат, сен әлі отырсың ба? Мен саған айттым ғой, ұзақ отырма деп. Зәуре, ең болмаса қызыммен жолыққанда, мұндай қатыгездік танытпашы. Қазір анам келеді, немересімен көрісуге. Білесің ғой, сені көрсе не болатынын. Мама, не болыпты әже келсе? Қазір тамағын жетті кетеді ғой? Сен қыз араласпай жайың отыр. Сосын саған айтар ақылым, аулаға көп шықпа. Мына көршілердің бәрі жаман ойлап жатыр. Қашанға дейін қамалып отырам? Байдан қайтып келсем не болыпты? Сен түсінбейсің. Өсек адамды күйзеліске әкеледі. Онда неге мен ажыратып алдым? Сен ажыратып алған мен емес. Сен өзің дұрыс шешім жасамаған. Мен саған басында айтқам ол жігітпен тұрмыс құра алмайсың деп. Болды. Көп сөзді қой да аулаға шығуды қой. Бірақ жет шыда. Сосын басқа үйге көшеміз, бәрі жақсы болады. Жоқ, мам. Сіз әкеммен ажыратқанда да бәрі жақсы болады деп айтқансыз. Ештеңе жақсы болған жоқ, менде де жақсы емес. Өйткені біз сіздің жоспарыңызбен өмір сүрдік. Мам, сізге айтайын.
Анаңыздың ақылын көп тыңдай бермеңіз. Мен деген сіздің ақылыңызсыз өмір сүрем. Да. Ту, мама. Мен кішкентай қыз емеспін ғой. Мама, тура сіз қадағаламай қойыңызшы мені. Клубтамын, я. Кім атың? Марат. Давай. Жүр,